Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен байланыста мен Шалдарақ Тілек. Бүгінгі біздің анатомия курсымыздың алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бұл курста біз сіздермен универдегі анатомия пәнінің алғашқы бөлімі остеологияға тоқталатын боламыз. Сіздерге тапсырма осы курсты сіздер сатып алғаннан кейін маған сеніп келгендіктен осы әрбір сабақта айтылатын мәліметтерді міндетті түрде өздеріңіздің дәптерлеріңізге конспектілеп алыңыздар. Және де сол мәліметтерді осы сабақ өту барысында күнделікті қайталап жүріңіздер. Егер де остеология бөлімін жақсы меңгеріп алсаңыздар, ертең қалған анатомияның бөлімдерін игеру сіздерге өте оңай болады. Ендеше кеттік. Бүгінгі біздің алғашқы сабағымыздың тақырыбы ол анатомия пәніне кіріспе. Бүгін біз сіздермен анатомия пәнінің бөлімдерімен, соның ішінде остеологияға кіріспе жасайтын боламыз. Одан кейін адам қаңқасына бүгінше жалпыма шолу жасап, одан кейін көпшілік студенттер қиналатын осы бірінші курстағы негізгі білу керек латын терминологиясымен танысатын боламыз. Одан кейін осы анатомияны білу керек жазықтарды да бүгін толығырақ айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші анықтама. Анатомия. Анатомия деген ол не? Осы сұраққа бірінші жауап беріп кетейік. Анатомия ол адамның дене мүшелерінің құрылысын зерттейтін медицина ғылымының бір саласы. Бір сөзбен айтқанда, мына осы анатомия деген нәрсе. Анатомиядан бөлек бізде мысалы басқа да пәндер бар. Гистология деген, физиология деген, сіздер соның барлығы нені зерттейтін білуіңіз керексіздер. Мысалы анатомия ол адамның дене мүшелерін зерттейді. Физиология деген пән ол адамның дене мүшелерінің атқаратын қызметін зерттейді. Гистология деген ол адамның дене мүшелерінің ұлпалық, яғни тіндік деңгейде зерттейтін ғылым. Мысалы патан деген нәрсе бар. Патология анатомия осы адамның дене мүшелерінің патологияға ұшыраған жағдайын зерттейді. Яғни әр пәннің осындай өзінің негізгі анықтамалары болады. Анатомияның анықтамасы қалыпты сау адамның дене мүшелерінің құрылысын зерттейтін медицина ғылымының саласы. Енді біз анатомияның негізгі білу керек бөлімдерімен танысайық. Ең бірінші ол осы курста өтілетін остеология бөлімі. Остеология ол адам қаңқасын зерттейді. Синесмология адам денесіндегі байланыстар зерттейді. Байланыс деп отырғанымыз ол жерде буындар. Келесі миология. Миология деп отырғанымыз адамның бұлшықеттерін зерттейді. Неврология адамның жүйке жүйесін зерттейді. Ангиология адамның қан айналым және лимфа жүйелерін зерттейді. Қан айналым деп отырғанымыз ол жерде жүректі, қан тамырларды, артерия, вена, капилляр. Одан кейін лимфа жүйелері деп отырғанымыз ол жерде лимфа түйіндері, лимфа тамырлары, солардың барлығын жалпыма зерттейтін ғылым ангиология деп аталады. Одан кейінгісі спанхнология. Спанхнология деп отырғанымыз ол адамның басқа ішкі мүшелер жүйесін зерттейтін ғылым. Яғни ас қорыту, тыныс алу, жыныс, зәр шығару деген секілді жүйелерді зерттейтін ғылым спанхнология. Мына сөздерді міндетті түрде өздеріңізге түртіп алыңыздар. Келесі. Енді біз тірек қимыл жүйесіне тоқталамыз. Тірек қимыл жүйесін құрайтын ең негізгі үш элемент ол сүйек, буын, бұлшықет. Және де осы курста біз сіздермен сүйектерге тереңірек тоқталамыз. Ендеше кеттік. Сүйек дегеніміз не? Сүйектер деп отырғанымыз ол адамның тірек қимыл жүйесінің пассивті бөлігі. Пассивті деп отырғанымыз ол қимылдалмайтын бөлігі, не қозғалыс жасамайтын бөлігі. Ал активті дейтін болса, оған бұлшықеттер жатады. Адам ағзасында 200-ден аса тақ және жұп сүйектер бар. Сіздер мектеп қабырғасында анатомия пәнінің сүйектерін өткен кезде бас сүйекте тақ және жұп сүйектер бар деп жаттаған боларсыздар. Вот сол жерде тақ сүйектер деп отырғанымыз ол маңдай мен шүйде еді. Ал жұп сүйектер самай мен төбе еді. Тура сол секілді адам ағзасында одан да басқа 200-ден аса тақ және жұп сүйектер кездеседі. Оның барлығын алдағы сабақтарда өтеміз. Енді біз сүйектердің негізгі қызметтеріне тоқталайық. Менің ойымша сүйектің ең негізгі үш қызметі бар. Ол ең біріншісі қорғаныш. Не себепті қорғаныш? Себебі мысалы біз миды алатын болсақ, мидың бізде ішкі құрылымдарын қорғайтын сүйек ол бас сүйек. Немесе өкпе. Өкпені қорғайтын бізде кеуде торы сүйектері. Жүректе де тура сондай. Жүрек пен өкпені қорғайтын бізде кеуде торы сүйектері. Яғни ішкі мүшелерді сыртқы механикалық әсеріністен қорғайтын ең негізгі ағзамызда құрым ол сүйектер. Келесі қызмет ол тіректік, яғни адамның бір қалыпты, бір орында құлап кетпей тұруына жауапты осы сүйектер.
Үшіншісі зат алмасу. Не себепті зат алмасу? Себебі сіздер білесіздер, мынау біздің ағзамыздағы негізгі кальций мен фосфордың қоры осы бізде сүйектерге кездеседі. Одан бөлек мысалы бізде қан жасушалар бар, қан жасуша, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит, оның барлығы осы сүйектің ішіндегі қызыл кемікте түзіледі. Демек, осы заттардың түзілуіне, одан кейін бар мысалы бізде парад гормон деген бар, неден жоқ, қалқанша маңы безден бөлінетін. Вот сол гормонның әсерінен осы сүйектегі бізде кальций мен фосфор қанға өтеді. Яғни осының барлығына жауап берген үшін бізде сүйектер зат алмасу қызметін атқарады деп біз смело түрде айтсақ болады. Негізі бұдан бөлек те қызметтері өте көп сүйектердің, бірақтан да меніңше осы бірінші курста білу керек ең негізгі, ең маңызды үш қызметі осы: қорғаныштық, тіректік және зат алмасу. Енді кеттік, біз сүйектердің әр қайсысының қандай категорияларға бөлінетінін қарастырайық. Сүйектердің өзі бізде үшке бөлінеді. Ол ұзын, қысқа, жалпақ. Ұзын сүйектерге жіліктер жатады, яғни тоқпан жілік, кәрі жілік, шынтақ жілік, ортан жілік, асықты жілік, шыбық сүйек деген секілді ұзын сүйектердің барлығы ол жіліктер болып саналады. Келесі қысқа сүйектер. Қысқа сүйектерге мысалы қолдың білезік сүйектер жатады, немесе омыртқа бағанасының омыртқалары жатады, 33-34 омыртқадан тұрады. Одан кейін қолдың саусақ сүйектері бар, бақай сүйектері бар. Тура сол секілді аяқтың да бізде табан сүйектері және башпай сүйектері осы қысқа сүйектерге жатады. Келесі жалпақ сүйектерге оған көпшіліктеріңіз білетін бас сүйек, жамбас сүйек, жауырын, төс және де мектеп программасына көп айтыла бермейтін қабырға сүйектері де осы жалпақ сүйектерге кіріп кетеді. Енді біз адам қаңқасына жалпыма шоу жасап жүрейік. Жалпы адам қаңқасының ең негізгі екі бөлу категориясы бар. Ол біріншісі атқаратын қызметіне байланысты, екіншісі бізде орналасуына байланысты. Мынау қазір бірінші біздің қарастырған сол атқаратын қызметіне байланысты екіге бөлінеді: біліктік және қосымша. Қараңыздар, енді әр слайдтан кейін мен сіздерге қазақша атаудан кейін уже жайлап латынша сөздерді қоса беретін боламын. Міндетті түрде әр құрылымның осы латынша атауын жаттап жүріңіздер. Бізде адам қаңқасы латынша скелетон деп аталады. Бұны біліп жүріңіздер. Енді бізде біліктік және қосымша қаңқаға нелер кіреді? Біліктік деп отырғанымыз оған кіреді бізде бас сүйек, латынша ол краниум деп аталады. Краниум. Келесі омыртқа бағанасы. Омыртқа бағанасы бізде латынша колумна вертебралис деп аталады. Омыртқа бізде вертебра, бағана бізде колумна. Яғни екеуін байланыстыратын болса, колумна вертебралис деп аталады. Одан кейін кеуде торы сүйектері. Кеуде торы, жалпы сүйек деп отқанымыз бізде ос болатын болса, сүйектер осса. Яғни мына жерде са деген жұрна қосып кетеді. Осса сүйектер, ал кеуде деп отырғанымыз ол бізде торацика. Екеуін байланыстыратын болсақ, осса торацикс деп аталады. Келесі бізде қосымша қаңқаға не кіреді? Оған қол сүйектері және де аяқ сүйектері. Қол сүйектері бізде латынша ossa membri superioris, аяқ сүйектері ossa membri inferioris. Пока что бұларды сіздер как факт ретінде жаттап алыңыздар. Кейін бірте-бірте көп сөз біле келе сіздер уже бұның барлығын оңай түрде естеріңізде сақтайтын боласыздар. Бұл енді сіздер латын тілі деп отқан сіздерге жаңа тіл ғой, по сути. Яғни сіздер ағылшын тілі мысалы бастапқыда қалай үйрендіңіздер, мысалы бастапқыда сөздер жаттап, кейін сол сөздерден кейін сөйлем құрастыра бастадыңыздар. Тура сол секілді латында да ең бірінші осындай сөздерді сіздер жаттап алуларыңыз керексіздер, алғашқы қарапайым сөздерді. Енді қараңыздар, дәл осы адам қаңқасы негізі практикада бізде көп қолданыла бермейді. Бұны тек қана сіздерде ертең мектепті, то есть универдің оқытушылары сұрайды. Сол себептен бұны қосымша ретінде жаттап алыңыздар. Ал енді біздің ең көп қолданылатын адам қаңқасының именно категориясы, то есть бөлу категориясы, ол орналасуына байланысты. Яғни негізгі 4 бөлімге бөлінеді. Ең бірінші бізде бас сүйек, яғни бас аймағындағы орналасқан сүйектерді қарастыратын қаңқа, ол бізде бас сүйек. Бас сүйектің өзі бізде 2 сүйектерден тұрады: ми сауытынан және де бет сүйектерінен. Келесі тұлға немесе басқаша дене сүйектер дейді. Дене сүйектеріне жалпы 2 түрлі сүйектер жүйесі кіреді. Ол бізде біріншісі омыртқа бағанасы, яғни 33-34 омыртқалардан тұратын, және де кеуде торы сүйектері. Кеуде торына төс сүйек және де 12 жұп қабырғалар кіреді. Және кейбір мәліметтерде тағына 12 арқа омыртқаларда осы кеуде торы сүйектерін құрайды деп те айтады. Негізі разница жоқ.
былай да жаттай берсеңіздер болады. Келесі қол сүйектері. Қол сүйектерінің өзі екі аймақтан тұрады. Біріншісі иық белдеуінен. Иық белдеуі ол бізде жауырыннан және де бұғанадан тұрады. Және де қолдың еркін қозғалатын сүйектері. Оған не кіреді? Тоқпан жілік, одан кейін білек сүйектері. Білек сүйектерінің өзі екі сүйектен құралады. Біреуі шынтақтан, екіншісі кәр жіліктен. Одан кейін қол ұшы сүйектері. Қол ұшы сүйектерінің өзі үш бөлімнен тұрады. Ол білезік сүйектерден, алақан сүйектерден және де бақай сүйектерінен, немесе оны басқаша фаланга деп те атайды. Одан кейін бізде аяқ сүйектері. Аяқ сүйектерде екі аймақтан тұрады. Біріншісі жамбас белдеуі. Жамбас белдеуі ол бізде жамбас сүйектен тұрады. Ал жамбас сүйектің өзі негізгі үш сүйектерден құралған. Мықын, шат, шондынай. Одан кейін аяқтың еркін қозғалатын сүйектері ол бізде ортан жіліктен басталады, яғни ортан жілік. Одан кейін сирақ сүйектері. Сирақ сүйектеріне екі сүйектер кіреді. Біріншісі асықты жілік, екіншісі шыбық сүйек. Одан кейін аяқ ұшы сүйектері. Аяқ ұшы сүйектер туралы қол ұшы сүйектері секілді үш аймақтан тұрады. Ол бізде білезік секілді аяқта ол тілер сүйек деп аталады. Одан кейін саусақ сүйектер секілді аяқта табан сүйектер дейді. Одан кейін бақай сүйектер секілді аяқта ол башпай сүйектер деп аталады. Немесе оны біз фаланга деп те айта берсек болады. Енді дәл осы адам қаңқасының дәл осы бөліну түрі бізде универде және өмірде көп қолданылады. Бұны міндетті түрде жаттап алыңыздар. Енді бүгін біз сіздермен осы қаңқаға жалпыма шолу жасаймыз. Кейін келесі сабақтарда әр бөлімге жеке тоқталатын боламыз. Енді мына суретке назар аударамыз. Ол адам қаңқасының жалпыма латынша көрінісі. Енді мынау сіздерге ең біріншінде прям қорқынышты көріну мүмкін. Келсем, мына сөздерді сіздер бірінші рет көріп тұрсыздар. Бірақтан да барлығын рет-ретмен асықпа жаттайтын болсақ, онда оңай болатын болады ертең. Қараңыздар. Ең бірінші, давайте біз бас сүйектен қарастырамыз. Мына бас сүйек. Бас сүйек бізде жаңа айттық, краниум деп аталады. Мына жерде дұрыс көрмей қалдым, краниум деп аталады. Латынша краниум. Ол екі бөліктен тұрады дедік. Біріншісі бет сүйектерінен, екіншісі ми сауда сүйектерінен. Бет сүйектер бізде осса фасци деп аталады. Қараңыздар, осса фасци. Сүйектер бізде осса деп аталады, ал бет бізде фасци. Қараңыздар, бұл сіздерге ағылшын тілі емес. Мына жерде сіздер фейс деп оқымаңыздар. Қалай тұр, солай айта береді. Фасци. Яғни осса фасци деп аталады. Әр менің айтқан сөзімді өздеріңіз осылай қайталап, әр сөздің дұрыс произношениясын жаттап алыңыздар. Осса фасци. Одан кейін барып бізде ми сауда сүйектері ол осса крани деп аталады. Мына жерде көрініп тұр. Осса крани және де осса фасци. Енді бізде дене сүйектері немесе тұлға сүйектері деп атайды. Ол екі аймақтан тұрады. Біріншісі мына жерде көріп тұрғандарыңыз ұзыннан кеткен бізде мына жерге дейін, яғни мынау құйымшақ, мынау бізде мойын омыртқалары. Мойыннан құйымшаққа дейін созылып жатқан ол бізде омыртқа бағанасы. Омыртқа бағанасы латынша бізде колумна вертебралис деп аталады. Мына жерде де жазылып тұр. Колумна вертебралис. Дәл осы омыртқа бағанасының ортасынан бізде жұлын өтеді. Келесі бізде кеуде тор сүйектері. Кеуде тор сүйектері бізде осса торацикс деп аталады. Ол екі түрлі немесе кейбір деректерде үш түрлі сүйектерден құралады. Ең бірінші мына жерде көріп тұрғандарыңыз бұл төс сүйек. Төс сүйек. Төс сүйек бізде үш құрылымнан тұрады, бірақ оны келесі сабақтарда айтамыз. Келесі 12 жұп қабырғалар. Қабырғалар бізде косте деп аталады. Косте, қараңыздар. Просто бір қабырға дейтін болса коста деп аталады. Мына жерде е деген әріп жоқ. Ал если қабырғалар дейтін болса е деген әріп қосылады, косте, яғни экскаватор деп оқылады. Просто қабырға коста, ал қабырғалар косте. Яғни 12 жұп қабырғалар бізде косте деп аталады. Және де мына жердегі бізде арқа омыртқаны жатқызсақ болады. Омыртқа бізде вертебра, арқа бізде торацикс, демек вертебра торацика деп айтылады. Бірақ мына жерде жазылмаған. Кеуде тор сүйектері осы екі түрлі немесе кей деректерде үш түрлі сүйектерден құралады. Төс сүйек, қабырға және арқа омыртқалары. Одан кейін барып бізде қолдың сүйектері. Қол сүйектері бізде осса мембри супериорис деп аталады. Ол екі аймақтан тұрады. Біріншісі иық белдеу аймағы. Ол бізде иық белдеу латынша цингулюм мембри супериорис деп аталады. Екі сүйектен тұрады. Клавикуля деген ол бізде бұғана сүйек. Орысша ключица дейді. Мына жерде сіздерге көрініп тұр ма? Қараңыздар. Мынау сүйек, ключица. Өздеріңіз ұстап көрсеңіздер болады. Сезіледі жаңа. Тура мынау иық аймағын ұстасаңыздар, осы ұзыннан кеткен осы сүйек сезіледі. Яғни бұғана сүйек, және оның арт жағында тұратын бізде скапуля, яғни
орысша лопатка дейді. Жауырын немесе бізде лопатка латынша скапуля деп аталады. Қараңыздар, бұл жерде латын тілінде мынау л деген әріп л деп оқылады, яғни соңына мягкий знак қойылады. Мысалы клавикуля, яғни л деп оқылады, клавикуля, ал мынау жауырын бізде скапуля деп айтылады. Бұны міндетті түрде біліп жүріңіздер. Келесі бізде қолдың еркін қозғалатын сүйектері. Қолдың еркін қозғалатын сүйектері бізде скелетон, мембри, супериорис, либери деп аталады. Так, ұзын екенін түсінемін, бірақтан да латын тілінде осындай сөздер кездеседі. Амал жоқ, осыған барлығын сіздер жаттаңыздар. Қайтаға қазден басып жаттасаңыздар, ертең универде қиналмайтын боласыздар. Қолдың еркін қозғалатын сүйектері скелетон, мембри, супериорис, либери. Оның өзі бізде қандай сүйектерден тұрады? Жаңа айттым, бізде тоқпан жілік міне. Тоқпан жілік бізде латынша хумерус деп аталады. Хумерус. Одан кейін бізде білек сүйектері. Білек сүйектері екі түрлі сүйектен құралады. Біріншісі міне ульна деп отырған, міне ульна деп отырған ол бізде шынтақ сүйек, және де радиус деп отырған ол кәрі жілік сүйегі. Кәрі жілік. Келесі бізде қол ұшы сүйектері, ол бізде үш аймақтан тұрады дедім. Біріншісі ол білезік міне. Мынау бізде білезік сүйектері, жалпы саны 8 майда-майда сүйектерден тұрады, ол бізде карпус деп аталады. Одан кейін алақан сүйектері осыған ұқсас мета деген жалғау, то есть жұрнақ қосылады, сөйтіп бізде метакарпус деп аталады. Ең соңғысы бізде саусақ сүйектері, яғни саусақ сүйектері бізде диджити, немесе бұны басқаша фаланг деп атайды. Фаланга. Яғни, қараңыздар, қазақшасы бізде саусақ сүйектері, немесе башпай сүйектері, немесе бұны фаланга. Үш түрі атау бар, тура сол секілді латында да сондай атаулар бар. Яғни диджити, немесе фаланга. Екі түрлі атау бар, разница жоқ. Қайсысын айтсаңыздар да ол дұрыс болып санала береді. Одан кейін бізде аяқ сүйектері. Аяқ сүйектері осса, мембри, инфериорис деп аталады. Ол бізде жамбас белдеуінен тұрады. Жамбас белдеу бізде цингулум, мембри, инфериорис. Мына жер көрмей алып мына жерден. Инфериорис ол бізде жамбас сүйектен тұрады. Екі жамбас сүйегі мына. Мынау бір жамбас сүйегі, мынау екінші жамбас сүйегі. Латынша коксе деп аталады. Мынау кохае емес, достар, бұл коксе деп аталады. Коксе. Яғни жамбас сүйегі ос коксе. Келесі аяқтың еркін қозғалатын сүйектері скелетон, мембри, инфериорис, либери. Ол қандай сүйектерден тұрады? Біріншісі бізде фемур міне. Мынау көріп тұрған ең ұзын сүйек, ол бізде фемур немесе басқаша феморис деп те аталады. Бұл бізде ортан жілік. Ортан жіліктен кейін барып, мынау астықты жілікпен бірімен байланыстыратын бізде тізе қақпағы болады. Тізе қақпағы бізде пателла деп аталады. Пателла. Келесі асықты жілік міне. Ұзыннан кеткен асықты жілік ол бізде тибия деп аталады. Мына жерде көрініп тұрады тибия. Оның қасындағы мынау бізде шыбық сүйек, латынша фибуля деп аталады. Келесі аяқ ұшы сүйектері, ол жаңа айтқан мына тілерсек сүйектерінен тұрады. Тілерсек бізде латынша тарсус. Табан сүйектер бізде то есть мыналар табан сүйектер мына көріп тұрғандарыңыз ұзын. Ол бізде метатарсус, және де башпай сүйектер, ол бізде диджити, немесе бұларды біз фаланг деп айтсақ болады. Міне мыналар бізде указкамен көрсең қазір. Указкамен. Міне. Мынау бізде фаланглер, мынау бізде табан сүйектері, и мына жердегі кішкентай сүйектер ол бізде уже тілерсек сүйектеріне кіріп кетеді. Мынау алдыңғы көрінісі, мынау артқа көрінісі. Осы нені қаңқаны міндетті түрде өздеріңізге параққа шығарып алып, бір жерге іліп қойып, бүгінге тапсырма жаттаңыздар. Міне қалай тұр, мына атаулар тура солай жаттаңыздар. Мысалы, өздеріңіз сұрақ қойыңыздар. Мысалы, төссек латынша стернум, немесе там қабырғалар латынша косте, немесе бізде ортан жілік латынша фемур, немесе бассүйек бізде краниум деп осылай бастапқыда сүйектің атауларын міндетті түрде жаттап алыңыздар. Менің өзімнің қателігім осы нәрселерді мен білмедім. Егер де осы нәрсені біліп, мен анатомияны жаттағанымда маған өте оңай болатын еді бірінші курста. Енді кеттік. Келесі біздің қарастыратынымыз ол латынның терминологиясы. Жалпы латынның негізгі білу керек бізде сөздер бар, соны әрқайсымен танысып өтейік. Егер де бұл сөздерді ертең, то есть жаттап алсаңыздар, ертең сіздер қиналмайсыздар. Кез келген сүйекті сипаттағанда осы сөздер қолданылады. Кеттік. Алдыңғы, артқы, anterior, posterior, жоғарғы, төменгі, superior, inferior, медиальды, латеральды, medialis, lateralis, проксимальды, дистальды, proximalis, distalis. Одан кейін міне сыртқы, ішкі, externus, internus, беткей, терең, superficialis, profundus. Одан кейін міне үлкен, кіші, magnus, parvus,
үлкендеу, кішілеу, майор, немесе оны басқаша майорс дейді. Одан кейін минор, басқаша минус дейді. Міне қосымша оң және сол. Оң жақ бізде декстер, сол жақ бізде синустер деп аталады. Енді қараңыздар, осының әрқайсысын мен сіздерге кәдімгі практикада көрсетейін. Мына сөздерді міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бірінші біз мына сөздерді қарастырайық. Алдыңғы, артқа қай кезде қолданылады? Егер де бұны жаттасаңыздар, міне. Мынау бізде кәдімгі сүйектер. Соның ішінде мынау бірінші мойын омыртқасы. Бірінші мойын омыртқасы бізде латынша атлас немесе атлант деп аталады. Яғни атлант сүйек немесе атлас сүйегі. Осы бірінші мойын омыртқасында бізде доғалар кездеседі. Алдыңғы және артқы доға деген нәрсе болады. Алдыңғы доға бізде міне доға өзі латынша аркус деп аталады, ал алдыңғы бізде антериор. Яғни алдыңғы доға дейтін болса аркус антериор, артқы доға дейтін болса аркус постериор. Не себепті бұлай бұны біз жаттауымыз керек? Не себепті мына сөздермен жаттауымыз керек? Ертең себебі сіздер бірінші курста сүйектерді қолға алып, кәдімгі шын сүйекті қолға алып, соны мұғалімнің алдында сипаттайсыздар. Мысалы, мынау сүйек, мысалы бірінші мойын омыртқасында бізде алдыңғы және артқы доғалар болады. Одан кейін бүйір бөліктері болады. Бүйір бөліктен кейін бізде өсінділер болады, бүйірлік өсінділер болады. Бүйірлік өсінділердің ерекшелігі онда бізде бүйірлік өсінділердің тесіктері болады. Одан кейін ол жерде алдыңғы және артқы төмпештер болады деп, осылай қазақша и артынша латынша сипаттайсыздар. Түсініңіздер ме мұны? Мыналардың барлығын біз бұйырса келесі сабақтарда қарастырамыз. Мен қазір сіздерге жалпы түсінік болу үшін осылай айтып жатырмын. Яғни алдыңғы артқы деген нәрсе қарапайым тілде осындай жағдайларда қолданамыз. Келесі жоғарғы төменгі қай кезде қолданамыз? Яғни мынау уже бізде қараңыздар. Мынау уже бізде кеуде омыртқасы. Көрдіңіздер ме? Вообще басқаша. Мынау да омыртқа, бірақ екеуінде айырмашылық кәдімгідей байқалып тұр. Енді осы кеуде омыртқасында бізде 7 өсінді бар. Сол өсіндінің 4-еуі бізде буындық өсінділері. Екеуі жоғарғы, екеуі төменгі. Енді байланыстырайық. Өсінді бізде латынша, қараңыздар мен жақындатайын. Өсінді бізде латынша процессус деп аталады. Өсінді процессусынан жаттап аламыз. Одан кейін жоғарғы деген супериор деп жаттадық, супериор. Ал буын деп отырған сол артикулярис, немесе басқаша мәліметтерде зигопофисис деп атайды. Бірақ көбінесе артикулярис деп айтсақ дұрыс болады. Яғни процессус артикулярис супериор, ол бізде жоғарғы буындық өсінді. Мынау көріп тұрсыздар ғой? Осы бізде жоғарғы буындық өсінді. Одан кейін барып бізде төменгі буындық өсінді деген нәрсе бар. Мына процессус артикулярис инфериор. Төменгі бізде инфериор деген мағынаны біледі. Ол мынау жер. Көрдіңіздер ме? Дәл осы құрылымға үстінен тағы бір омыртқа қосылады, сөйтіп мына жерде тесік пайда болады. Дәл осы тесіктен мынау адамның дәл ортасынан өтетін жуын. Тура мынау тесіктен, ортадағы тесіктен бізде жуын өтеді, сөйтіп мынау бүйір тесіктен сол жуынның нервтері шығады. 31 жұп аралас нервтері осы тесіктерден шығады. Сол себептен осы омыртқаларды бір-бірімен байланысу үшін және оның арасынан осындай тесік пайда болу үшін осы бізде буындық өсінділер қажет. Мынау бізде мына жерде де ертең өтеміз келесі сабақтарда. Корпус вертебра, ол бізде омыртқаның денесі, процесс трансверсус бізде бүйірлік өсінді, процесс спиносус бізде қылқанды өсінді. Бұның барлығын ертең келесі сабақтарда өтеміз. Келесіден ол бізде медиалды латеральды. Енді бұл жерде қалай тұр, солай жазылып тұр, бірақтан да бұл қай кезде қолданылады? Медиалды латераль деп отырғаныз достар, ол ортаға жақын деген мағынаны білдіреді. Яғни ортаға жақын деп отырған, мысалы мынау бізде дене, яғни дене бізде ортада орналасып тұр. Неғұрлым ортадан сызық өтек деген, тура осы ортадан сызық өтті. Неғұрлым осы ортаға сүйек жақын болатын болса, ол бізде медиалды сүйек деп аталады. Неғұрлым алыс болатын болса, латераль деп аталады. Мысалы, мынау бізде асықты жілік, мынау шыбық сүйек. Енді осы екеуінің қайсысы ортаға жақын? Орта деп атқаныз, тура адамның денесіне алатын болсақ, орта, иә? Дәл осы ортаға жақын, яғни қайсысы медиаль дейтін болса, сіздер айтасыздар асықты жілік деп. Мысалы, мына жерде қайсысы медиалды? Шынтақ па, әлде кәрі па? Сіздер жауап бересіздер шынтақ. Себебі шынтақ мына жерде медиалды орналасып тұр деп. Осы нәрсені білсеңіздер болды. Медиаль латераль деген нәрсе осы. Ал енді проксимальды дисталь деген нәрсе не? Проксималь дистальды ол көбінесе қол мен аяққа қолданылады.
мына жерде яғни қол мен аяқтың денеге жалғанған жеріне жақын сүйек бізде проксимальды, ал одан алыс бөлік бізде дистальды деп аталады. Мысалы, мына жерде мына тоқпан жілік бізде денеге ең жақын орналасты, яғни денеге жалғанып тұрған тоқпан жілік. Енді ертең сіздерден оқытушылар сұрауы мүмкін. Тоқпан жілік және де мысалы кәрі жілік. Қайсысы проксимальды, қайсысы дистальды деп. Сіздер айтасыздар, тоқпан жілік бізде проксимальды, себебі денеге жақын орналасып тұр, денемен байланысатын жеріне. Ортаға емес, денеге жақын жеріне. Ал кәрі жілік бізде дистальды. Немесе былай айту мүмкін, мына жерде, мынау бізде білезік сүйектер, мына жерде фалангілер, қайсысы проксимальды, қайсысы дистальды. Сіздер айтасыздар, проксимальды бізде білезік, себебі ол мынау жалғанған жерге жақын орналасып тұр деп. Ал дистальды бізде мынау фалангілер. Түсінікті ма? Бұл жалпыма қазір былай общий көріністен айтып отырмын, ертең әрбір сүйектің құрылымын талдағанда сіздер осы нәрсені білетін боласыздар. Келесі бізде сыртқы ішкі бетке терең, оны келесі сабақтарда қарастырамыз. Қазір бұны айтудың аса бір маңыздылығы жоқ. Одан кейін мына жерде үлкендеу, кішілеу, оны осы нәрсені айту керек. Қараңыздар. Үлкен, кіші, үлкендеу, кішілеу қандай бір-біріне айырмашылығы бар деулеріңіз мүмкін. Үлкендеу, кішілеу не майор, минор деп отырғанымыз ол екі бірдей анатомиялық құрылымды сипаттағанда қолданылады, яғни салыстыру мақсатында. Мысалы, мына нәрсені қара жіберейік. Мынау бізде тоқпан жілік, яғни мынау сүйегі, мынау осы сүйек. Мынау бізде тоқпан жіліктің үлкейтілген версиясы. Тоқпан жілікте бізде екі төмпешік кездеседі. Екі төмпешік, мынау үлкен төмпешік, мынау кіші төмпешік. Яғни төмпешік бізде латынша туберкулум деп аталады. Ал енді үлкен кіші деп отқанымыз бұл туберкулум майор, туберкулум минор. Немесе бұны басқаша жаңа мен жақшаның ішіне жазып қойдым. Туберкулум майус, туберкулум минус деп айтамыз. Енді екеуі де төмпешік. Бірақтан да екеуі бірдей анатомия құрым болғандықтан, екеуін салыстыру мақсатында осы майор және минор деген сөзді қолданамыз. Яғни туберкулум майор, туберкулум минор. Ал енді мынау қараңыздар. Мына жердегі, қазір мен сіздерге көрсетейін. Үлкен кіші деген нәрсе уже ол екі анатомия құрылымда емес, тек қана бір анатомия құрылымда ғана сипаттауда қолданылады. Мысалы, бізде үлкен шүйде тесігі деген нәрсе бар, яғни форамен магнум, немесе форамен магнус деп те айтады. Үлкен шүйде тесігі, бірақтан да бізде кіші шүйде тесігі деген нәрсе жоқ. Түсініңіздер ма? Мысалы, форамен парвус деген нәрсе жоқ бізде. Яғни бұл жерде үлкен кіші деп отқан ол тек қана бір анатомия құрылымда ғана сипаттағанда қолданылады, ал үлкендеу кішілеу екі бірдей анатомия құрылымда салыстырған кезде ғана қолданылады. Ал енді оң және сол дегеніміз қай кезде қолданады? Мысалы, бізде оң тоқпан жілік дейді. Тоқпан жілік бізде хумерус, оң бізде декстер, декстер хумерус. Немесе сол жамбас сүйек деп айтамыз. Сол бізде синистер, жамбас сүйек бізде оскоксы, яғни синистер оскоксы. Осылай біз бір-бірмен байланыстыра аламыз. Енді келесі білу керек нәрсе, ол келесі біздің латынның сөздері. Енді мынау бізде жалпылама болды. Бұл сөздер бізде тек қана сүйектерді ғана емес, ертең басқа да құрылымдар сипаттағанда қолданады. Мысалы, бұлшықеттерді, буындарды, байламдарды сипаттағанда осы сөздер қолдана береді. Ал енді бізде тек қана сүйекке қолданатын өзінің терминдері болады. Ол мынау терминдер. Міндетті түрде жаттап аламыз. Бірінші өсінді. Жаңа айттым, өсінді деген өзде процессус. Келесі қырқа. Қырқа бізде криста. Төмпешік, туберкулум, бұдыр, тубереситис. Яғни мынандай өз болатшы. Битіп қалған бір бұдыр бір андай сүйектерде, егер сүйекті мүшсеңіздер өзі көресіздер ғой, мысалы қойдың сүйегінде осындай бір бұдыр бір жерлер болады. Ол бізде тубереситис деп аталады. Келесі тесік бізде жаңа айтқанда форамен, дене, корпус, қылқан, спина, тілік, инцизура. Қараңыздар, инкизура емес, инцизура. Келесі шұңқыр, фосса, шұңқырша, фавия, доға, жаңа айтқандай аркус, жүлге, сулькус, басы, капут, мойны, колюм, бұрыш, ангулюс, қанаты, аля. Қазір сіздерге бұл айтқан сөздердің түсініксіз болуы мүмкін, ол нормальны, достар. Ертең анатомиялық, мысалы, сүйектерді сипаттағанда осы сөздер біз қолданамыз, сол кезде барлығы түсінікті болады. Әзірге осы сөздерді как факт ретінде
100% жаттап алыңыздар. Ертең мысалы доға деген не дегенде аркус, өсінді деген не дегенде процесс деп осылай бәрін жаттап алыңыздар. Ертең өздеріңізге ол нәрсе көмегін тигізеді. Енді жазықтықтармен танысайық. Өзі жазықтықтар бізде анатомияда 3 жазықтық бар. Ол бізде сагитальды, ол бізде фронтальды, ол бізде горизонтальды. Енді әрқайсысы не мағына береді? Сагитальды деп отырғанымыз ол бізде денені оң және сол бөлікке бөледі. Мен қазір сіздерге бір сурет көрсем, сол кезде бәрі түсінікті болады. Фронтальды денені алдыңғы және артқы бөлікке бөледі. Горизонтальды денені жоғарғы және төменгі бөлікке бөледі. Міне 3 жазықтық бар. Енді осыны суретпен қарастырайық. Міне мынау кәдімгі адамның дұрыс тұру қалпы. Қараңыздар, ертең сіздер адамның мынау не бар ғой, қаңқасы скелетті сипаттағанда дұрыс проекция нәрсе. Дұрыс проекциясы бізде мынау алақандары мынау артқа емес алдыға, яғни ішкі жағы алдыға қарап тұрған көрінісі. Мына жер көріп тұрсыздар ма? Бас бармақ мынау алдыға қарап тұр. Яғни мынау артқа емес алдыға қарап тұр. Алақанда алдыға қарап тұр. Яғни дәл осы проекцияда ертең сіздер адамның сүйегін сипаттайсыздар. Осы нәрсені жаттап алыңыздар. Енді қараңыздар, 3 жазықтық мына. Ең бірінші сагитальды. Сагитальды мынау бізде қызылмен белгіленіп тұр. Байқасаңыздар, мына жерде көрініп тұр. Сагитальды денені тура ортасынан оң және сол бөлікке бөліп отыр. Демек, бізде сагитальды жазықтық ол бізде денені оң және сол жазықтыққа бөледі. Оң деп отырғанымыз декстер, сол деп отырғанымыз бізде синистер, латынша. Келесі көк. Көк бізде фронтальды жазықтық. Фронтальды жазықтық денені байқасаңыздар, қараңыздар, алдыңғы аппақпен көрініп тұр, алдыңғы және артқы аймаққа бөлетіні. Байқасаңыздар, мына алдыңғы және артқы. Алдыңғы бізде anterior, артқы бізде posterior деп аталады. Вот, осы нәрсені жаттап алыңыздар. Үшінші бізде горизонтальды жазықтық, ол денені бізде жоғарғы және төменгі бөліктерге бөледі. Мына жер көрініп тұр. Жоғарғы бөлік бізде superior, төменгі бөлік бізде inferior. Міне осындай негізгі 3 жазықтық бар. Бұны сіздер сұрауларыңыз мүмкін, не үшін бұны жаттаймыз? Ертең мысалы кім хирург болады, вот сол кезде өзі әр дененің өзінің кесетін аймақтары болады. Вот сол аймақтарды дұрыс табу үшін осы бізде жазықтықтар қолданады. Әзірге бұны сіздер факт ретінде жаттап ала салыңыздар. Вот міне осы. Сагитальды оң және сол бөлікке бөледі, фронтальды алдыңғы артқа, горизонтальды жоғарғы төменгі бөліктерге бөледі. Осымен, құрметті достар, біз алғашқы бірінші сабағымызды аяқтадық. Енді сіздерге үйге тапсырма. Осы жерде айтылған барлық мәліметтерді міндетті түрде өздеріңізге түртіп алыңыздар, яғни жазықтықтарды міндетті түрде. Одан кейін латын қанша өзіне жерде 16, ана жерде 16, 32, 34-де общий 34 сөзді дәптерлеріңізге сөздік арнап міндетті түрде. Даже сөз деген жоқ, общий дәптерге жаза беріңіздер. Бұдан басқа терминдер жаттау қажет жоқ. Ең негізі осы 34 терминді жаттап алыңыздар. Ертең анатомия құрым сипаттағанда вообще оңай болады. Оңай. Менің өзімнің басты қателігім, дәл осы сөздерді мен басына дұрыс жаттамадым. Кәдімгідей мысалы сүйектерді мысалы омыртқаға өткен кезде өсіндінің латыншасы бізде процесс сөз, тілік бізде инцизура, ол не, мынау не деп, процесс деген не деп бүйтіп шатасып солай жүретін едім. Сіздер олай жасамаңыздар, осылай әрбір сөзі өздеріңізге прям миға құйып алыңыздар. Одан кейін мынау пока что маңызды емес, мұны жаттамай тұра тұрыңыздар, мұны келесі уақытта қарастырамыз. Мына латынның сөздерін жаттап алыңыз міндетті түрде. Одан кейін мынау қаңқаны обязательно жаттаймыз. Мына осы міндетті түрде жаттауға берілетін тапсырма, яғни төс сүйек латыншасы қандай, бас сүйек латыншасы қандай, одан кейін мынау тоқпан жілік латыншасы қандай, жауырынның латыншасы қандай, осыған бәрін міндетті түрде жаттап аламыз. Одан кейін адам қаңқасының классификациясы мынау өте маңызды. Осыны жаттаймыз және де мынау классификацияны қосымша жаттаймыз. Бұны енді сіздер көп қолданбайсыздар, бірақтан да ертең универдегі апайлар сіздерден сұрайды. Келесі сүйектер және де сүйектердің қызметі. Одан кейін міндетті түрде мынау терминдерді жаттап алыңыздар. Осымен біздің алғашқы сабағымыз аяқталды. Кімде қандай сұрақтар бар, маған шығыңыздар, маған сұрақ қойыңыздар, түсінбеген жеріңіз болса. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Тағы да қайталайын, кімде қандай сұрақтар бар, кім нені түсінбеді, мен өзімнің номерімді сіздерге бердім, маған жазыңыздар, сұраңыздар, сөйтіп осы тақырыпты жақсы бекітіп алыңыздар. Бұйыртса келесі уақытта кездесеміз. Сау болыңыздар.